жатпаймыз. Түбіне қарай демдеу керек. Бұнан кейін былай ғой, журналистика бәсеке. Жарыспайсыңдар ма? Бір жастың бірге жарысу керек. Бір телевидениедегі бірнеше журналист бір-бірімен жарысу керек. Ол не емес, күндестік емес, ол кәдімгі таза шығармашылық жарыс. Баяғыда жас кезімізде неше жарысып жататынбыз. Содан бәлем жақсы журналистика. Қайыр Сәрсенбаймен бірсек, ана Алматы ақшамында редактор болып отыр. Бұлар бұл кісілер жарыспай демейді шығар, жарысай демейді шығар, бірақ редакторлар қайтып береді оны. Не айтып береді? Мына қалыптан шықпа деп. Бар ондай. Кейбір дүниелерді жарқысы демейді. Кейбір дүниелерді жазып берсең жарқысы демейді. Практикалар ізде бар. Басқа сөзбеттен мәліметтер. Бәрі келген нәрсе шығарылады. Совет заманында көптеген құрылыстарға айтуға болмайтын болды. Байқоңыр бар екенін, Семей болсын, полигон бар екенін айтуға болмайды. Соның өзінде Қадыр Мырзалиев өлең жазды. Елімізде елдерге лайықсан бұрылыс бар. Біз білетін жерлерде біз білмейтін құрылыс бар. Оның бәрін сол өлеңді айтып отыр. Елімізде елдерге лайықсан бұрылыс бар. Біз білетін жерлерде біз білмейтін құрылыс бар. Біз жаңа Қызылорда облысын білеміз, бірақ онда Байқоңыр бар екенін. Осылай жазуға болмайды деген тақырып жоқ. Қайта қазір өте еркін заман. Жазуға болады. Жазуға болмайтын нәрсені асыратуымыз керек. Бола беретіндей жазу керек. Өткенде Думан Рамазан егемен қазақстан туралы жазды ғой. Оқыңдар ма? Өте жақсы өлеңмен жазды ғой. Иә, анау егемен қазақстан бірдеңе сынап сөйтіп егемен қазақстан бәленбай адамы Думан Рамазанға тап берді. Сол кезде біздің андай сарказм деген жанр бар. Иә деді Думан Рамазан, егемен қазақстан керемет, мынаны деді, күнде таңертең көремін, есік алдындағы киоскіде елдің бәрі егемен қазақстанды алуға Ленин мавзолейінде Исаевтың кезекке тұрады деді. Газет жетпей қалғандары үйлеріне жылап қайтып бара жатыр. Демек бізге көптеген жанр жоғалып кеткен. Сол жанрды мен маған риза болғаным, жаңағы әжуазауды елей түсінбесең, онда әжуамен бізде көп, бізде памфлет деген жанр болған жоқ, жоғалып кетті. Фельетонның өзі жоқ. Өйткені журналистер шеберлігі жетпейді, содан кейін зеңгілері келмейді. Содан айтпегенде жазуға болмай нәрсе жоқ. Айландырып астарын айтып ол. Совет заманда небір қиындар сөзді біздің жалпы жазды ғой. Бізде жазды. Ештеңе жоқ. Менің бір мақалама СССР қорғаныс министрі маршал Язев жауап берген. Өмірі Қазақстан тарихында болмаған СССР-дің министрі, одақтың министрі біздің қазақша мақалаға жауап берген. Менің мақалам анау емес, Дмитрий Язев, Совет одағының маршалы, Совет одағының қорғаныс министрі менің мақалама жауап берді, егемен Қазақстанға жауабын берді аударды. Әңгіме Совет заманында мен сол Язевтан мақалама мұндай қателік кетті деген жауап берді, сол сабағы жерінде егеменге шықты жауабы. Демек, болады. Мен Алматыдағы жайған журналистер бұл жасым көп кеткен жасында 30 болып жатқан. Язевқа жауап берді. Ол әңгіме тақырыпты тауып, жеріне жеткен жазуда ақпаратының растығында, өтірік болмауында. Бізде ақпарат сен редактор жариялайды, сенің ақпаратың сен сөйтіп редактор жауап береді. Ал сенің ақпаратың бәрі сенің болса неге жариялаймай? Жариялай тұрды. Бәріне көз жетсе, бүкіл документтер дәлелденіп тұрса, басып неден болған. Басып қойған, сенде дәлел жоқ болса. Дұрыс па? Тағы сұрақ өте жақсы сұрақ қойды. Яғни қазір журналистер ақпараттың сенімділігіне өзі сенбейді. Өзі сенбейді. Содан кейін ақпарат өте сенімді, содан кейін не? Бірнеше көздермен дәлелдеді. Бағанағы кімді айттым ба? Беларалда айттым ғой. Мысалы, бірнеше көмір бар, оқылмайды. Ең бірінші Әбдіжәмілдің өмірбаянын оқыса, Арал ауданы Беларал несіне туды деген бір тур. Әбдіжәміл деген журналист оны оқымаған. Екінші Әбдіжәмілдің еңбектері дегенде Беларал деген кітап бар деп ол тұр. Әбдіжәміл ондай кітап бар, көркемемес жоқ. Үшінші, жаңағы Арал ауданының несін қараса, Арал аудандағы село болып тұр дегенде Беларал село болып. Бұны ештеңе тексермейді ғой. Бізде барлығы тексеру керек. Әлгі қарға
баласына үйретеді ғой, екі шоқ бір ара деген. Міне журналисттің ең үлкен нәрсесі барлығын тексеру, екі шоқ бір ара. Бізде қалай есі солай жатады. Жоқ, адамдардың фамилиясын айтқанда, әсіресе мен сияқты адамдар сөйлегенде, оны диктофонға алғаннан кейін ана жаққа барып тексеріп алды. Өткенде қызық болды. Бізде анау Казконтент деген бар ғой. Казконтентінде тарихты сайт бар ғой, бірдеңке тариханаға сайт бар, бірдеңке сайт. Казконтенттің ішіне кіреді. Сол сайтта жазған Шапошин деген бізде естірдің ең соңғы сарқайтында қорғаныс министрі болған Евгений Шапошин. Соны Мұхтар Алтынбай, Мұхтар Алтынбай туралы үлкен сұхбат. Өздері ресми тіркелген, біздің ақпарат және қоғамдық даму қоғамдық даму министрлігінің куәлігі берілген Казконтентте лицензиясы бар сайт. Сайтқа Қазақстанның халық қаһарманы генерал Мұхтар Алтынбаев пен оның үстіне мәжіліс парламент мәжілісінің қорғаныс жөніндегі бірдеңкесінің комитеттері төрағасы болды ғой. Сол кісімен сұхбат. Сол кісіні айтады да, мен жаңағы ол кісі осылай Қазақстанға баруға СССР қорғаныс министрі, соңғы қорғаныс министрі ғой, тәуелсіздікте ТМ-дің бірдеңкесі болды. Михаил Шапошинден сұрағым дейді. Міне, сөйтіп жазған. Масқара нәрсе. Алтынбай оны айтпаған. Алтынбаев Шапошинден сұрағым деген. Содан кейін ана журналист мен ашады. Шапошиндті ашады ғой. Шапошинд екеу. Біреуі Михаил Шапошинден бар, отан соғысында маршал болған. Сталиннің кезінде болған 60-шы жылдар өтіп Шапошиндтер. Ол кезде Мұхтардың өзі бала. Екінші Евгений Шапошиндтер бар, СССРдің соңғы қорғаныс министрі. Онан кейін ТМД әлбинелісі ол біркен күштерінің қолбасшысы болған. Оның сұранған Евгений Шапошин. Ол баратта бәленбай жылын өтіп қалған отан соғысының қаһарманы болған Михаил Шапошин. Сұрақ сайтты қараған Шапошин деген фамилия тапқанда Евгенийді аңғала Михаил бала. Түсіндіңіз? Міне, екі шоқ тұрған деген осы. Алды да музыканы елға неткен жоқ. Ана Мұхтар Алтынбаевты қалдырып кетті. Мұхтар Алтынбаев сауат сияқты. Мұхтардың жөні жоқ ол сұхбатпен. Сол кісінің сұхбатында Михаил Шапошинге сұранды деп шын мәнінде ол Евгений Шапошинге сұранды. Барлық әлемнің осында тексермеуден сәлбені жауапсыз үлкен қатыгез орын жатыр. Біз бүкіл ақпаратты тексере алдық. Соның ақпарат шын материал болғанда сіздің айтқандай екі жақты жылап отырған жақпен бірге жылап отырған жақ үйде жылым жатыр, адамдар шып болса жылу беретін жақтың бар, сұрау керекпін, оларға неге жылу беріп жатырсыздар. Өйткені себебі көп жағдайда маған ақша төлемектен аналар жылу бере алмайды. Ал бұлар онан кейін жылайды деп үйінде шұқ деп біз аламызда микрофон барамызда шұқ үйде тұрғаншаны сөйлетемізде репортаж, негайская мақала береміз. Ал олардың бәлебай төлемей отырғаны ана жақтан үйде көрінбей қалып, тараудың бір басы басып кетті, бір басына біз ішінен қойғанымыз жоқ. Бізге тараудың екі басы беру. Онан кейін барып журналистикада ақпарат екітігі ғой, программа бар, телевидение айтқанда, соның жаңалықтар бар. Жаңалықтарда ешқашан баға беруге болмайды. Жақсы ма, жаман ба, бұл қиын жағдай деп айтуға болмайды. Қиын жағдай екенін көзімен көргеннен кейін көрермендер өз ойлау керек, кәсіпкерлер өз ойлау керек ақпаратта. Ал бағдарламада сондай бірнеше жағдай еткеннен кейін бағдарламада ол басқа. Былай айтқанда ақпарат ағып кеткеннің өзінің суы, ал суын ағып кету керек. Ана программа сіздердің ардағы қамбаштың көлі сияқты программа көл. Онда кәдімгідей бәрі талқыланады, онда жаңашылық сөздер сонда айту керек. Жаңалықтарда ешқашан бірдей болу керек. Ыстықта емес, ыстықта емес не болғанын айту керек. Және екі жақтың да пікірін қоса беріп кету керек. Түйінді қалып өзгеріс. Программада соны тартып зерттеген адамдар, соны білетін адамдар келіп пікірлерін айтып, адам бағалайды, журналист ешқашан бағаламайды. Журналист қорытындылайды, бірақ бағаламайды. Қорытынды жасау басқа, баға беру басқа. Бағаны тек қана мамандар береді. Бізде мысалы қазір көптеген бағдарламалар жазылады. Теледидар дегеннен жасқалдар да теледидардың өте көбейді. Өзіңіз смартфонына қарайды да керекті киносын көреді. Бүгін әркім шығылады, кеше тәмеге шықты, өлеге сәтті шықты. Соны жақсы білетін болдықтар шынына келгенде. Бағдарлама қарамаудың бірден бір себебі бізде рейтинг болып кетті ғой қазір. Мысалы Нартай Аралбайұлы ең бірінші шыққан кездерде соған бір өлең ете қалатындай еді. Қазір Нартайдың да өзінің ағасы келіп бара жатқан сияқты. Менің бұл жеке көзқарасым.
ол бір екпінге ғана, бір әдемі сөзге ғана оралымды алып келеді, бірақ кеше мен соңғысы Нартайдың әскерге шақыру жөнінде несін көрдім, передачасын. Сол жерде мына жерде Таразда мынау өлді, Атырауда мынау өлді, мынау әскер мына жерде суицид болды, бірдеңе деп. Түркпен шықты. Иә, еркінменен беріп көрсетіп алды. Мен өзім жазып жібердім астында. Өйткені тікелей эфирде сұрақ берейін деп телефон алмады. WhatsApp-тармен жазып жібердім. Сіз дұрыс көтеріп тұрған мәселеңіз өте өзекті, дұрыс. Мен де екі балам армияға барғысы келді. Бірақ мен ата-ана ретінде қорқамын балаларымды жіберуге. Бірақ енді соны ол мынандай деп айтты. Мынау өлді, осы әскердің патриоттығын, әскерге қалай қорықпай балаларды жібереміз дегенге өзі шақырды да. Бірақ жай тым қорқыныш жоқ, түсіндем жоқ, әнем жоқ. Бір алты адамды қойды да сол жерде түйіндісін бере алмады. Пікірді кәдімгідей жазып, біздің сайт бар ғой, келіп байланыстыға басып, жақсылауды берілді. Бізде халық осы бағалаймызға анжаққа сол баға жетпейді. Егер тура сол баға... Өзіне жазып, онан кейін недегі келіп байланысқа жазып қойыңыз, онан кейін әлеуметтер солда назар аударылады. Бізде мынандай дауыс жаңағыға жетпейді. Жеткен кезде басшылық ол ойланады. Себебі айтып қой, бағанағы интеллект жасаған зерттесе, мұнда да халықтың дауысы көптеу жетіп жатса, басшылық ойланады, басшылық одан қорытынды шығарады. Әйтпесе, мұны бағалайтын жерлер халық қана болу керек. Телевизияны рейтингпен бағалау ол дұрыс емес. Бірақ оның тек қана өзінің экономикалық себептері бар, мен ол жақсы білесіз ғой. Рейтингпен халық телевидение бағалау керек, халықтың қанша мақұлдап, халықтың қанша ол үшін жаңағы өкілі сайттағы келіп байланыс деген ашыңызда пікір жазыңыз, жіберіңіз. Күнделікті программаны алып, жоспарына қойып барды ғой. Сонда өзіңіз айтпақшы соның қорытындысын беру керек еді, бере алмады. Бәрі бізде сыншы, бірақ осы үлкені сынамау керек. Бізде жоқ нәрсе қоғамның белсенділігі жоқ. Әркім өзі азамат пайызын жоғарыға білдіру керек. Нартай намазына кәдімгідей отырып алып ерінде бұрын қатты емес ұрақып қойып, ана жерде сайтқа кірді, мына бағдарламамен жай кірді, мына бағдарлама бізге ұнамайды, мынау десеңіздер біз қорытынды шығарамыз. Жерге ұрғанда бәрінен сын естиміз, бірақ жоғары жаққа осы мен бар ауысып айтқаным болмайды деп сөйлесіп қой. Мен ойлаймын, Нартайды орнына басқа бір қойысып қайдан жамаған айтып отырмын, бастығым ойлайды ғой. Сіздер анараға нақты сөндірмені жазып қойсаңыздар, онда кәдімгі нәтиже болады. Біздегінің барлығынікі отырып алып диван батыр деген ұғым жақсы бақылса, әлем сондай шын мәнінде белсеніп, соны ойларыңызды айтсаңыздар, ол ойды пікір. Мен айттым бағана, мен жаздым, ертесіне мен министр қабылдады. Шын мәнінде олар сондай дауыс жету керек. Дауыс жету үшін үндемей қалмай белсенділік болу керек. Әр бүкіл нәрседе қоғамдық, әлеуметтік, саяси, экономикалық төрт сала ғой. Төрт саланың барлығында адам белсенді болса, жеке өмірін жариялаймайсың. Бесінші жеке өмірім, оның жеке өмірдегіңді жариялаймайсың, ол өзіңде алады. Саяси көзқарасыңды, әлеуметтік жағдайға көзқарасың, экономикаға, қоғамдық рухани өмірге көзқарасыңды белсенді білдіріп отырсаң, әркім белсенді болса, бүкіл қоғам алға дамиды, ескеріледі пікір. Отырып алып жеңгеннен ешқашан дамымаймыз. Дұрыс жазғаныңыз, бірақ енді өзіне жазыңыз ғой. Өзі мені сынағады деп кім айтады? Мені сынағады деп кім жігіт бірақ? Мені мақтап жаса әрине, мені қараңызшы, мені мақтап жаса деп басқалар. Жоқ, мен сынағандық бұл жерге. Жоқ, мен сынағандық ашық алаңға жаздым. Ашық алаңға жазып жібердім, бірақ мен көтергенде шын өзекті материал. Бірақ ашылмай қалды. Жайын ашпадыңдар. Тағы сұрақ өте жақсы. Шайдың басындағы мені кішкене мен жүгіріп бір жаққа кетіп қалдым да шақырып. Қандай сұрақ? Абай қандай сұрақ еді? Жаңағы мақаланы жазғанда ащысы мен тұщысына қаласың. Дұрыс, өте жақсы сұрақ. Бізде шын мәнінде ақпарат құралдары екі бөлінді ғой, екі лагерге бөлінді. Ақ лагері мақтайтындар, қара лагері даттайтындар. Бітті. Бізде одан басқа жоқ. Шын мәнінде олай болмау керек. Мысалы, екеу ғой, мынау бақ қой, қарасы бақ қой енді. Мынау бақ қой, да? Мынау көзі легенім ба? Екеуінде де журналистік қызмет. Газ өзінен шықпайды ғой.
Mağarada durmayız. Mağarada yedi ortadan mağarada şurada yine mağara burasına durmayız. 2000 defilde istiyorum. Ben tattan siyahım gerek. Ben 2000'de siyahım gerek. Men tek qana bir neçe жан-жақтан жиналған фактілермен жұмыс істеймін. Мен халыққа қажеттақ журналистер. Менің саяси көзқарасым ешқандай жүрмейді. Мен кәсіпқой журналист. Міне нағыз нәрсе. Бізде өкінішке орай қоғам бөліп бар, ол қоғам жаңағы екіге бөлінген түсінер. Қоғам бізде жаңағы үшіншісі болды, бізде үшіншісі жоқ. Бізде ең жоқ сол. Бүкіл әлемде кез келген ақпарат құралдары, телевидение, радио болсын, газет болсын, кейінгі сайттар болсын, оның үстінде жаңағы бәрін бір түрмен қол білдіріп болсын, екі-ақ тілде бізде, бірақ үшінші тілде болып тұрады. Бірінші мемлекеттік меншік. Иә, солай ғой. Мынау сіздердің сыр бойларыңыз немесе Қызылорда коммуналары екінші жеке меншік болды ғой да? Бұл қоғам телевизиялары тағы жеке меншік. Бүкіл қазақстандағы осы жағдай. Міне біздің журналистер осы екі лагерге бөлінген. Бұлар да ештеңе емес. Бұлардың тобында мынау да ауыса береді. Бұл жақсы топ. Мынау тобында біздер ауыса береміз. Бүгін жаңағы мен хабарласып едім, кейін жаңағы жеке меншік отызды істей беремін. Мынау істеймін. Бірақ жаңағы затпен егемен Қазақстанда ешқандай бір-біріне ауысу жоқ. Түсіндіңіз бе? Мына тілде ауысу бар. Мен ауыса беремін. Мына тілде біз ауысу жоқ. Датта қатып қойған 5 адамдар ешқашан егемен Қазақстанға келмейді. Егемен Қазақстанның адамдар ешқашан ақымақ емес, өлетін жағдайда датқа бармайды. Рас қой. Шынымен мынау да болу керек, бізге бәрі бар. Біз кәсіпқоймыз. Былай ауыссақ та бар, бізге былай ауыссақ та бар. Бізге мынау бар, бізде жүріп жатады. Өткенде ғана бір топ адам неге кетті ғой әлгі. Осы бірге Нұржанмен бірге бар ғой, бұрын Қазақстан деген, қазір осы бірге Қазақстан мемлекеті бар, осы бір жеке меншік ештеңе жоқ, Нұржан Мұхамеджанов барды. Одан кейін өзімен бірге дәуіренді, тағы бір алып кетті ештеңе. Мынада ешқашан жоқ. Мынау да не болу керек, мынау да болу керек. Өйткені журналист тек қана кәсіпқой, тек қана фактімен жұмыс істейді, тек қана шындықты жазады, бәрін біліп жазады, бітті басқа ешқандай өлшем жоқ. Онан кейін және сауатты, қызықты жазады. Болды. Маған бәрі, маған да жаза бермеймін, маған да. Бірақ өкінішке орай мемлекет бар, бала-шағаның қамы деген бар, тағы жеке бас қауіпсіздігі деген бар, оларға ешкім бармайды. Шын мәнінде журналист мынаған да апайса болу керек. Егемен де тақта біздің партияларға да апайса болу керек. Ештеңе де жоқ. Егемен де біреудің меншік сынамайды. Біз баяғы кезде Шерхан Мұхамеджанов кейін ол Қазақстан жеке ел болды, Қазақстан жеке мемлекет болды. Өлтіртіп премьер-министр келешек жасыраған, Шерхан өлтіртіп премьер-министр қажібек сынаған. Ештеңе газет жабылған жоқ қой, Шерхан Саттарбек жоқ. Әңгіме сын, дәл нақты халыққа керек. Ал қазіргі газеттің егеменіміз облыс әкімінің орынбасары сынай алмайды. Егемен біздің вице-премьер сынай алмайды. Олай болмау керек. Одан гөрі журналистке сөйтіп біз екі лагерге бөлініп алған, екі лагер анау тек мақтау керек, мынау тек мақтау керек. Біздің журналисткалар осындай келесі себебі жоқ нәрсе бізде жоқ. Мынада үшінші жоқ. Мынау бар, бізде жоқ. Не жоқ? Бізде мынау жоқ. Бізде мынау жоқ. Қоғамдық меншік біздің елімізде жоқ. Біздің еліміздің конституциясында азаматтық кодексі қоғамдық меншік қарастырылмаған. Қоғамдық меншік жоқ, қоғамдық телевидение жоқ. Егер бізге қоғамдық меншікті бізде заң жүзінде десе, онда қоғамдық телевидение болар еді. Бірақ бізде қоғам деген түбі бар, бірақ қоғамдық телевидение жоқ. Ол қоғам тек қана біз аты ғана, ал қоғамдық телевидение бізге керек. Қоғам телевидение болғанда ғана мына екеуінен дұрыс па, өйткені себебі мемлекеттік меншіксен мемлекеттің ақшасы ал бізден белгісін айырмайсың. Егер анау сен кірген бұрақ болып, мынау жынды ма, өзіміздің жөнді ақша береміз. Жеке меншік тек қана ол біреудің жаңағы 31-ші болат кімнің жеке меншігі ме, кім еді болатын паралез? Өтемұраттың жеке меншігі ме, 31-ші қашан Өтемұратты сынай алмайды. Жеке меншігі ғой жұмысын, өзінің өлімді ақша беріп жатқаннан кейін.
бізде қоғамдық меншік болғанда бүкіл халық ақша жинағанға қоғамдық меншік болып заңда сызу керек, қоғамдық меншік комиссияға кіру керек, қоғамдық меншік біздің азаматтық кодекске кіру керек, осы қоғамдық меншік заң. Содан кейін қоғамдық меншік заң жүзінде заңдастырғаннан кейін қоғамдық телевидение болады, халық өз еркімен ақша жинап кіреді, ол жаңағы ол бақты да сынайлады, бақтың қолдап отырғаны сынайлады, ол жаңағы сынайлады, ол бәріне әркім баға береді. Бірақ бізде күндері мал жоқтан жаңағы не баттайсың, не мақтайсың деді. Түсіндіріп бердің бе? Қоғамдық меншік ашу керек деп ойланып қалдым. Ол комиссияға енді бар ма? Комиссияда жоқ. Сондықтан қоғамдық телевидение құрылмайды. Мен сұрап көрмей тұрғанда қай жағынан келсе, қандай форматта келсек болады екендігін ойланып. Оның форматшыны айта алмаймын, менің білетінім бізде қоғамдық телевидение құрылуға заңдық база жоқ. Қоғамдық телевидение, қоғамдық заңдық база жоқ болу үшін бізге заңдық база болу керек. Қоғамдық меншік заңдастыру керек. Болдық па? Тағы сұрақ. Сондай Шақырма. Мен араға қайда сізге рахмет айтамыз келген жастардың артынан ұзын көз қыздарымыз ұлдарымыз отыр, көкіректері қазір толып тұр. Осындай журналист боламын, осы алып түсемін, жылып түсемін деді. Өзі журналист болу деген ана кішкентай бала кезінде екі шума өлең жазғаннан басталатын дүние ғой. Содан келесің дескен балағат адамдықтай зейіп өтетесің деп көбірек жинай аласың, шақпап кетесің соңында. Журналистсің ба жоқ, журналист емессің ба, жаңағы өзіңіз айтпақшы неге жетіп па жетпеді сол қарамай барып бір жерге не болмақа сақлайсың, немесе өзің тоқтатып сөйтіп барып тоқтайсың журналистикаға келген адамға мен солай баға берер едім журналистикаға ақкөзі жатыр, аржағынан ішіне мемлекет тұрады, дүниесі бар адамдар келеді. Сізге рахмет айтамыз, шынымен де білмегеніміз көп екен, сізден көп нәрсені ұғып үйреніп алып, көзіміз ашылды кішкене. Жігіттерге де рахмет, ұйымдастырып сіздің жаныңызда жүріп, шындығына келгенде бұл жігіттерге де рахмет айтып болады, сізді шақырып келген үшін. Сіздің қоғамдағы орныңызды сайтай отырғаныңыз жақсы білесіз. Рахмет айтамыз. Қаламдардың қолдарына қару өткізіп жүрген адамдардың атынан. рахмет. Оқыңдар, тек қана оқуға нәрседе бейкенетсіз, оқыңдар болды. Бәрін оқыңдар. Жастар жайын сияқты болу керек, бүкілді бәрін үшті оқи беру керек. Ахмет журналистер, әріптестер келгендеріңізге көп рахмет.